Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз қызыл ірімшік рецептімен танысатын боламыз. Ең алдымен бізге сүт қажет болады. Мен бұл жерде 1 литр сүтті қолданамын. Егер адам саны көп болса, көлемін ұлғайтып жасай берсеңіздер болады. 1 литр сүтімізге жарты бокал айран құятын боламын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Сүтімізді осылай жақсылап қозғап алып, қатты отқа газымызды жағып, қатты отта қайнататын боламыз. Арасын қозғай отырып қайнататын боламыз, және бізге жарты бокал шекер қажет болады. Егер құрамында тәттісі көп, тәттіні ұнататын болсаңыздар, көбейтіп, азайтып қоса берсеңіздер де болады. Осылай барынша қатты отта суы тартылғанша, міне дәл осылай болғанша, қызарып, суы тартылғанша қайнататын боламыз. Ендігі ірімшігімізді осылай ыдысқа орамалымызды қойып, дәкемізді қойып, осылай суынан ажыратып ірімшігімізді бөліп алатын боламыз. Барлық ірімшігімізді осылай саламыз. 1 литр сүттен осынша шықты менде. Егер адам санына қарап көбейтіп азайта берсеңіздер болады. Бар болғаны 2 сағат қайнаса, дәл осылай ірімшік пайда болады. Міндетті түрде 2 сағат қайнатыңыздар. Жақсылап орап, ірімшігіміздің үстін қатты затпен бастырып қоятын боламыз, өз формасына келу үшін. Әртүрлі формада немесе дәл осылай да ұсына берсеңіздер болады. Отбасыларыңызға міндетті түрде жасап көріңіздер. 2 ғана заттан жасалып жатыр. Жасау жолы өте оңай және өте дәмді. Балалардың сүйіп жейтін ірімшігі, міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен осылай тарелкамды қойып, үстіне тарелка қойып, және үстін банкеге сойып, 1 литр банкеге бастыратын боламын. Қалаларыңызға қарап, өздеріңіз ауыр затпен бастыра бересіздер. Міне осылай кесіп қойсаңыздар да болады, кубиктап. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кез келген қонақтарыңызға, балаларыңызға жасап беріп қуантсаңыздар болады. Менің YouTube каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын.